Алматы Астана қаласының Дарын нөмір 2 мамандырылған мектеп-лицей интернатының 7-ші А сынып оқушысы Алпысбаева Аружан. Менің тақырыбым жақсылық керуені. Менің жобамның мақсаты жақсылықтың адам өміріндегі маңызы, адамдардың бір-біріне көмектесуге, мейірімді болуға шақыру. Ал менің жобамның негізгі міндеттері қайырымдылық пен мейірімділікті насихаттау, қоғамдағы осал топтарға қолдау көрсету, жастарды ізгілікке тәрбиелеу, волонтерлік қызметті насихаттау, қарт адамдарға көмек қолын созу, балаларды табиғи апаттар салдарын жеңуге алдын алу. Біз осы жоба аясында бірнеше игі істер атқардық. Таза Қазақстан акциясына қатысып, қоршаған ортаны тазалауға үлес қостық. Атап айтқанда, ауламыз бен қоғамдық орындарды тазалап, қоқыстарды жинадық. Сонымен қатар айналамызды ретке келтіріп, табиғатты қорғаудың маңызын түсіндік. Қарт адамдарға әлеуметтік осал топтағы балаларды қолдау және көмек көрсету. Біздің еріктілер тобы жақын арада балалар үйіне барып, ол жердің тәрбиеленушілердің тұрмыс-тіршілігімен танысып қана қоймай, шынайы достық пен рухани жылулықтың бастауы болған кездесу болды. Сонымен қатар біздің көзімізге бірден түскен Смирнов Серік еді. Ол өзінің салған суреттерін бізге табыстаған болатын, себебі ол әрі суретші, әрі талантты бала болды. Сондай-ақ Серік жақын арада өтетін өнер кешіне шақырып билетін ұсынды. Жақсылыққа жақсылық қазақтың ісі дегендей, Серіктің бұл ықылысы біздің жүрегімізді тебірентті. Оның бойындағы таланты мен қайсарлығы абай атамыз айтқандай жылы жүрек немесе ыстық қайраттың нағыз үлгісіндей көрінді. Сонымен қатар, қайырымдылық бұл мұқтаж жандарға көмек қана емес, жүректегі мейірімділікті таныту болды. Қайырымдылық жасаған адам өзгенің өміріне жарық сыйлаған адам демекші. Біз жақын арада өткен жәрмеңкенің ақшасын қайырымдылық қорына жіберген болатынбыз. Жақсылық керуені байқауы аясында қарт адамдарға қамқорлық көрсету ең маңызды бағыт болды деп айтсам да болады. Қарттар біздің өткеніміз, тарихымыз және тәрбиеміздің бастауы. Олардың өмірлік тәжірибесі мен ақыл кеңесі біз үшін өте маңызды. Сонымен қатар, балаларды табиғи апаттар салдарынан жеңуге және де жазатайым оқиғалардың алдын алуға дайындау. Біз балаларды табиғи апаттар кезінде дұрыс әрекет етуге үйреткен болатынбыз. Бұл олардың өмірінің қауіпсіздігін арттыруға көмектеседі. Және оларға қауіп төнген жағдайда 112 сияқты жедел нөмірлерін есте сақтау айтылған болатын. Қайырымдылық жүректің ең таза тілі. Қорытындылай келе, біздің қайырымдылық практикасы керуенді қарт кісілерге, осал топтағы балаларға, тіпті табиғатқа қолдау, көмек көрсететін жұмыстармен таныстырдым. Мейірімділік және адамгершілік өмірдің мәні. Бұл айта беруге тұрарлық құндылыққа ие.